Қайырлы күн достар, қазір сіздермен бірге осындай кішігірім бешбармақ дайындайтын боламын. Астына ет консервін салдым, үстіне картошкасы мен морковын салдым, бұрышын, тұзын қостым. Қазір үстіне жаймасын салатын боламын. Ет консервден бешбармақ жасайтын боламын. Бізге керек осындай ет консерв. Осылай ет консервін салып, үстіне жуылған картошка мен сәбізімді салатын боламын. Осылай бұрышын салам азғантай. Үстіне жаймасын салам. Не достар, менің тамағым осылай шықты. Тез дайындалатын тамақтың бірі. Сіздерге де жасап көруге кеңес берем. Ұнаса лайк басып, қолдауды ұмытпаңыздар.